Менің атым Жамалхан. 1935 жылы дүниеге келдім. Балалық шағым қиын заманмен өтті. Соғыстан кейінгі жоқшылықтың не екенін жақсы білемін. Осы жерге дейін тыңдап отырған болсаңыздар, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал өздеріңіз қай қаладан және сағат қаншада қарап отырғандарыңызды пікірге жазып қалдырыңыздар. Енді әңгімемді жалғастырайын. 17 рет құрсақ көтердім. Бірақ 17 баламның бәрі бірдей аман қалған жоқ. Сол кездегі қиыншылық, дәрігердің аздығы, жоқшылық талай ананың жүрегіне жара салды. Кейбір сәбилерім дүниеге келгеннен кейін бірнеше күн ғана өмір сүрді. Кейбірі бірнеше айдан кейін шетінеп кетті. Әр баламнан айырылған сайын, жүрегімнің бір бөлігі бірге кеткендей болатын. Қазір Аллаға шүкір, 17 баламның 9-ы өмірде бар. Қалғандары мәңгілік мекеніне ерте аттанып кетті. Бірақ ана үшін баланың жасы үлкені де, кішісі де болмайды екен. Бүгінге дейін олардың әр қайсысын сағынып еске аламын. Тұңғышымды 19 жасында дүниеге келдім. Қуанышымда шек болмады. Кішкентай ғана сәбиімді құшағыма қысып, болашағын армандайтынмын. Бірақ ол қуаныш ұзаққа созылмады. Сәбиім ауырып қалды. Ол кезде қазіргідей аурухана да, дәрі де жоқ. Ауылдағы үлкендердің айтқанын жасап, қолдан келгеннің бәрін істедік. Алайда Алланың жазуы солай болды ма, бірнеше күннен кейін сәбиім шетінеп кетті. Сол күнгі жүрегімнің ауырғанын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жас ана едім. Не істерімді білмей күндіз-түні жыладым. Күйеуім мені жұбатуға тырысатын. Жамалхан, сабыр ет, Алла тағы да перзент береді дейтін. Арада уақыт өтті. Тағы да аяғым ауыр болды. Екінші балам дүниеге келді. Бұл жолы Алла амандық беріп, балам өсіп келе жатты. Қуанып жүрдік. Бірақ өмірдің сынағы мұнымен бітпеді. Жылдар өте келе балаларым көбейді. Үйіміз баланың күлкісіне толды. Бірақ жоқшылықта қатар жүрді. Кейде бір бөлке нанды бірнеше балағаққа бөліп беретін күндер болды. Қыста отын жетпей қалатын кездер кездесетін. Соған қарамастан балаларымды аш қалдырмауға тырыстым. Бірінен кейін бірі дүниеге келе берді. Үшінші, төртінші, бесінші. Мен әр баламды аман алып қалу үшін жанымды салдым. Бірақ тағдыр тағы да сынады. 17 құрсақ көтерген ана болғаныммен, олардың бәрін құшағымда өсіру бақыты бұйырмады. 7-ші балам дүниеге келгенде жасым 30-дан енді асқан еді. Бір жағынан балаларды өсіріп жатырмыз, бір жағынан мал бағып, тіршілік қамымен күн кештік. Сол жылдары өмір өте ауыр болды. Кейде балаларының бәріне бірдей жаңа киім алып бере алмайтынмын. Үлкеннің киімін кішісі киіп өсетін. Бірақ олар ешқашан шағымданған емес. Бір күні тағы да сәби сүйдік. Алайда бұл қуанышымыз ұзаққа бармады. Шақалақ дүниеге келгеннен кейін көп ұзамай шетінеп кетті. Сол түні көз ілмедім. Бесікте жатқан балама қарап отырып таңдатырдым. Ана жүрегі бәрін сезеді екен. Ішім бір жамандықты сезіп тұрғандай болды. Содан бері қанша жыл өтсе де, сол сәт көз алдынан кетпейді. Уақыт өте келе тағы да балалар дүниеге келді. 17 рет ана атандым. Бірақ олардың 8-і ерте кетіп қалды. Бірі бірнеше күн ғана өмір сүрді. Бірі бір жасқа жетпеді. Тағы бірі мектепке барар алдында ауырып қалды. Әр қайсының артынан қанша көз жасы төгілді десеңізші. Кейде түнде бәрі ұйықтап жатқанда сыртқа шығып жалғыз отырып жылайтынмын. Бірақ тірі қалған балаларым үшін мықты болуға тура келді. Олар менің өмір сүруге деген күшім еді. Бүгінде Аллаға шүкір 9 балам өмірде бар. Қазір олардың өз балалары, немерелері өсіп жатыр. Кейде бәрі бір дастархан басына жиналғанда үнсіз отырып қаламын. Сонда көз алдыма өмірден ерте кеткен 8 балам келеді. Олар да бүгін тірі болғанда осы дастарханның басында отырар ма еді деп ойлаймын. Қазіргі жастар түсіне бермейтін шығар, бірақ біздің кезде босануда оңай болған жоқ. Қазіргідей перзентхана, жедел жәрдем деген жоқтың қасы еді. 17 баламның көпшілігін өз үйімде босандым. Ауылдың кіндік шешелері келіп көмектесетін. Қыстың қақаған аязы болсын, күздің қара суығы болсын, толғақ қай кезде басталса да үйде босануға тура келетін. Бір балам қаңтардың аязды түнінде дүниеге келді. Сыртта боран олып тұрды. Үйдің іші де жылы емес еді. Отын тапшы болатын. Сәбиді қолдан келгенше қымтап бақтық, бірақ бірнеше күннен кейін шетінеп кетті. Дәрігерге апаратын көлік жоқ. Аудан орталығы алыс. Қолымыздан ештеңе келмеді. Тағы бір балам күздің қара суығында ауырып қалды. Алғашында жай тұмау шығар деп ойладық, бірақ қызуы көтеріліп әлсірей берді.
Сол кезде алдағы үлкендер ем-дом жасағанымен, сәбиімді аман алып қала алмадық. Ана үшін одан асқан қасірет жоқ екен. Баласының денесі суып бара жатқан көріп отырып, ештеңе істей алмау өте ауыр. Сол күндері түнде ұйықтай алмайтынмын. Бесіктің қасына қарап отырып, таңды қарсы алатынмын. Кейде өзімнен өзім, неге менің балам, деп жылайтынмын. Бірақ өмір жалғаса береді екен. Тірі қалған балаларым үшін еңсемді көтеруге тура келді. Олардың көзіндегі үміт маған күш беретін. 9 баланы өсірудің өзі оңай болған жоқ. Кейде үйдегі ұн таусылып болатын. Сонда күйеуім екеуміз түнге дейін еңбек ететінбіз. Күйеуім колхоздың жұмысынан қалмайтын, ал мен үйдің шаруасымен қатар сиыр сауып, май шайқап, құрт байнатып, балаларды бағатынмын. Бір күні үлкен ұлым, «Апа, қарным ашты» деді. Сол сөз жүрегіме пышақ болып қадалды. Өйткені үйде беретін ас аз еді. Қазанның түбінде қалған соңғы талқанды бөліп бердім. Өзім көнсе қияттым. Ана деген сондай болады екен. Баласы тоқ болса, өзі аш жүргенінде ұмытады. Қыс келген сайын уайым көбейетін. Қақаған аязда үйдің іші де салқын болатын. Кейде балаларының үстіне өз көрпемді жауып қоятынмын. Өзім пештің қасында отырып таңды күтетінмін. Бір қыс әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Сол жылы қар өте қалың түсті. Боран апталап соқты. Ауыл сыртындағы жолдар жабылып қалды. Сол күндері кішкентай ұлым қатты ауырып қалды. Денесі қызып, жөтелі күшейді. Дәрігер шақыру мүмкін емес еді. Ауданға жету үшін ондаған шақырым жүру керек. Күйеуім атқа мініп көмек іздеп кеткен. Ал мен баламның басында отырдым. Түні бойы ұйықтамадым. Бече маңдайын сүртемін. Біресе құшағыма қысып аламын. Таң ата жағдайы ауырлай түсті. Мен сол кезде Алладан баламды аман алып қалуын сұрап, көз жасында тыя алмадым. Шүкір бұл жолы сәбиім аман қалды. Бірақ бәрі бірдек аман қалған жоқ. Кейбір балаларымда тағдыр обып кетті. Олардың әр қайсының жүзі әлі күнге дейін көз алдымда. Бірінің көзі әкесіне ұқсайтын. Бірі күліп тұрғанды жақсы көретін. Бірі мені көрсе құшағыма ұмтылатын. Қазір арада қанша жыл өтсе де, ана жүрегі ұмытпайды екен. Кейде түсіме кіріп шығады. Сонда оянып кетіп, ұзақ уақыт көз іле алмай жатамын. Бірақ өмір тек қайғыдан тұрмайды. Балаларым өсіп келе жатты, үлкендері мектепке барды. Алғаш рет баламның қолына сөмке ұстап, мектепке кеткенін көргенде қатты қуандым. Өйткені өзім толық білім ала алмадым. Сондықтан балаларым оқысын, адам болсын деп армандадым. Олар да мені жерге қаратқан жоқ. Сабақтарын жақсы оқыды. Еңбекқор болып өсті. Қыздарым үй шаруасына көмектесті. Ұлдарым әкесінің қасынан қалмайтын. Кешке бәріміз бір дастархан басына жиналатынбыз. Тамақ қарапайым болса да, көңіліміз тоқ еді. Өйткені ең басты байлығымыз бірлігіміз болатын. Сол кездері мен түсіндім. Байлық деген ақша емес екен. Байлық деген балаңның амандығы екен. Арада жылдар өте берді. Бір қызымды ұзаттым. Артынша тағы бір қызымды ұзаттым. Қыз ұзату әр анаға ауыр тиеді екен. Қуанасың. Бірақ жүрегіңнің бір бөлшегі өзге үйге кетіп бара жатқандай болады. Қыздарым ұзап кеткен күні үй іші босап қалғандай көрінді. Мен түнде олардың бөлмесіне кіріп, үнсіз отырып шығатынмын. Сол кезде баланың қандай жаста болса да, ана үшін бала болып қала беретінін түсіндім. Уақыт деген өте жылдам өтеді екен. Кеше ғана құшағында жатқан балаларым бірінен соң бірі ез жетіп, өз алдына шаңырақ көтере бастады. Үлкен ұлым үйренген күні қатты толқыдым. Келін түсіріп жатқанымызға қуансам да, ішімнен өмірдің қалай тез өткеніне таң қалдым. Бір кезде бір үзім нанды бөліп жеген балаларым бүгінде өз отбасын асырап отыр еді. Сол күндері күйеуім екеуміз кешкілік шай үстінде өткен өмірімізді жиі еске алатынбыз. Жамалхан, көп қиындық көрдік қой дейтін ол. Мен үнсіз басымды изейтінмін. Өйткені көрген қиындықтарымызды айтып тауысу мүмкін емес еді. Кейде үйде ақша болмай қалатын, кейде киім жетпейтін, кейде бір сиырдың үстіне қарап отырған күндер болды. Бірақ балаларымызды жетімсіретпеуге тырыстық. Жылдар өте берді. Немерелер дүниеге келе бастады. Алғаш рет әже атанған күнім ерекшесінде. Немеремді құшағыма алып отырып, көзімнен жас шықты. Сол сәтте өмірден ерте кеткен балаларым тағы есіме түсті. Егер оларда тірі болғанда, бәлкім мені немерелі қылар ма еді? Бұл ой мені әлі күнге дейін толғандырады. Бірақ тағдырға қарсы тұру мүмкін емес. Алланың бергеніне шүкіршілік ету керек. Қазір 9 баламның бәрі өз алдына бір-бір отбасы. Бірі мұғалім болды. Бірі мал шаруашылығымен айналысты. Бірі қалаға көшіп кетті. Бірі ауылда қалды. Бірақ бәрінің жүрегі бір.
мереке сайын, айт сайын, қуаныш сайын үйімізге жиналады. Сонда ауламыз бала-шағаның дауысына толады. Немерелерім жүгіріп жүреді, шөберелерім қасыма келіп, «Әже, бізге әңгіме айтып беріңізші» дейді. Сонда мен өткен өмірімді есіме аламын. Жоқшылықта, суық қыстарда, ұйқысыз түндерді, 17 рет толғатқан күндерді, жоғалтқан балаларымды, жеткізген балаларымды. Бәрі көз алдымнан кино сияқты өтеді. Кейде немерелеріме, «Балаларым, сендер бақытты заманда өмір сүріп жатырсыңдар. Бір үзім нанның қадірін біліңдер, ата-аналарыңды сыйлаңдар» деп айтып отырамын. Өйткені қиындық көрген адам ғана өмірдің қадірін түсінеді. Бүгін жасым 90-нан асты. Таңертең оянған сайын Аллаға шүкір айтамын. 17 құрсақ көтеріп 9 баламның қызығын көру бақыты бұйырды. 8 балам ерте кетсе де, оларды ешқашан ұмытқан емеспін. Ана жүрегінде әр баланың өз орны болады екен. Тірісі де бақилық болғаны да. Сондықтан мен өміріме қарап отырып бір ғана сөз айта аламын. Қандай қиындық келсе де, үміттерімді үзбеңдер, сабыр сақтаңдар, отбасыларының қадірін біліңдер. Өйткені өмірдің ең үлкен байлығы бала мен отбасы екен. Қазір жасым 90-нан асты. Таңертең аулаға шығып күнге қарап отырып, өткен өмірімді жиі еске аламын. Кейде өзіме өзім, осы өмірді қалай өткердім екен деп таңғаламын. Өйткені мен көрген өмір оңай болған жоқ. Бірде қуанышқа кенелсем, бірде қайғыға баттым. Бірде үйім баланың күлкісіне толса, бірде үнсіздік орнады. Бірақ адам бәріне үйренеді екен. Бір күні үлкен қызым қасыма келіп отырды. «Апа, сіздің орныңызда басқа адам болса, мұның бәріне шыдамас еді», деді. Мен күліп қойдым. Өйткені біздің заманның әйелдері шыдамды болып өсті. Шыдамауға амал жоқ еді. Тіршілік тоқтамайтын. Балаң ауырса да, жұмысыңды істеуің керек. Өзің ауырып тұрсаң да, отбасына қарауың керек. Солай өмір өтіп жатты. Бір күні балаларым түгел жиналды. 9 балам, келіндерім, күйеу балаларым, немерелерім, шөберелерім бәрі бір дастарханның басында отырды. Үй іші у-шу. Бірі күліп жатыр, бірі әңгіме айтып жатыр, бірі шай құйып жүр. Сол кезде мен үнсіз ғана бәріне қарап отырдым. Көзіме жас келді. Үлкен ұлым байқап қалып, «Апа, неге жылап отырсыз?» деді. Мен басымды шайқадым. «Жылағаным жоқ балам, қуанғанынан ғой», дедім. Бірақ ішімде басқа сезім бар еді. Мен сол дастарханнан 8 баламды іздедім. Егер олар тірі болғанда, осы жерде отырар еді ғой. Бәлкім олардың да балалар болар еді. Бәлкім олар да маған келіп, «Апа, жағдайыңыз қалай?» деп құшақтар еді. Ана жүрегі сондай болады екен. Арада 50 жыл өтсе де ұмытпайды. Бір күні немерем менен, «Әже, өміріңіздегі ең ауыр күн қай күн болды?» деп сұрады. Мен біраз үнсіз қалдым. Сосын баяу ғана, «Баламнан айырылған күн» дедім. Өйткені ана үшін одан ауыр қайғы жоқ. Жоқшылық өтеді, кедейлік өтеді, ауруды да өтеді. Бірақ баланың орны майды. Содан кейін немерем тағы сұрады. «Ал ең бақытты күніміз ше?» Мен күлімсіреп, «Сендердің дүниеге келген күндерім» дедім. Шынында да солай. Өмір қанша қиын болса да, бала адамның жүрегіне нашық сыйлайды екен. Қазір менің ондаған незерем, шөберем бар. Кейде олардың аттарын шатастырып аламын, сонда бәрі күліп қалады. Ал мен сол күлкіні тыңдап отырып, өзімді ең бай адамдай сезінемін. Өйткені менің байлығым ақша емес. Менің байлығым ұрпағым. Менің байлығым балаларым. Менің байлығым мынарған әулетім. Кейде жастарға қарап балаңдаймын. Қазір заман басқа, бәрі асығыс. Бәрі бір жерге үлгеруге тырысады. Бірақ мен оларға үнемі бір нәрсе айтамын. Бетір бірлерінде бағалаңдар. Аталарында ренжітпеңдер. Туыстарыңмен араластырыңдар. Өйткені адар қартайғанда дүние мүлік емес, жандағы адар керек болады. Мен осыны өз өмірімнен білдім. Қазір кейде кешке намазында оқып болған соң ұзақ дұға жасаймын. 9 балама дұға жасаймын. Немерлеріме дұға жасаймын. Шөберлеріме дұға жасаймын. Сосын өмірден ерте кеткен 8 баламды да еске аламын. Олардың есімдерін іштей қайталап шығамын. Ана жүрегі оларды ешқашан ұмытпайды екен. Ешқашан. Міне, менің өмірім осылай өтті. 17 рет құрсақ көтердім. 8 баламнан айырылдым. 9 баламды өсіріп жеткіздім. Қанша қиындық көрсем де, Аллаға ренжіген емеспін. Себебі Алла маған үлкен әулеттің қызығын көруді нәсіп етті.
Енді менің жалғыз тілегім бар. Балаларым аман болсын, ұрпағым өсіп өнсін, елім тыныш болсын. Ал менің өмірімнен алар сабақ болса, ол сабыр. Сабыр еткен адам ешқашан жеңілмейді. Міне, 90 жылдық өмірімнен түйген ең үлкен ақиқат осы. Бір күні үлкен немерем қасыма келіп отырды. Әже, сіз өміріңізде неге ешқашан шағымданбайсыз, деп сұрады. Мен күлімсіреп қойдым. Өйткені өмір мені ерте есейтті. Жас күнімде жылауға да уақыт болмаған. Таң атпай тұрып сиыр сау керек. Балаларға тамақ беру керек. Үй жинау керек. Мал қарау керек. Сосын кеш батқанша жұмыс. Біздің буын еңбекпен өсті. Сондықтан шығар, қиындыққа мойымайтын болдық. Бір күні ескі сандықты ашып отырдым. Ішінде сарғайып кеткен суреттер жатыр екен. Балаларымның бала кездегі суреттері. Күйеуімнің жастық шағындағы суреті. Өмірден өткен ата-анамның суреті. Суреттерді көріп отырып, өткен өмірім көз алдыма келді. Кейбір суреттерге қарап күлемін. Кейбіріне қарап көзіме жас келеді. Өйткені ол суреттердің әрқайсысының артында бір тағдыр жатыр. Бір күні кенже қызым: «Апа, өмірімізді кітап қылып жазу керек қой», деді. Мен күліп: «Менің өмірімде несі қызық?» дедім. Сонда қызым: «Қызық емес, үлгі болатын өмір. Қазіргі адамдар сіз көрген қиындықты білмейді ғой», деді. Сол кезде ойланып қалдым. Рас екен. Қазіргі жастар дүкенге кіріп қалағанын алады. Біз руи өмір көрмедік. Бір көйлекті бірнеше жыл киетінбіз. Жаңа аяқ киім алу үлкен мереке болатын. Етте күнде бола бермейтін. Бірақ соған қарамастан адамдардың көңілі тоқ еді. Көршілер бір-біріне көмектесетін. Бір үйде қуаныш болса, бүкіл ауыл қуанып жүретін. Бір үйде қайғы болса, бүкіл ауыл жиналатын. Қазір сол күндерді сағынамын. Әсіресе күйеуімді сағынамын. Ол өмір бойы менің жанымда болды. Қиын күндерде де, жақсы күндерде де. Бір баламыздан айырылғанда да дирыл қыладық. Бір баламыз дүниеге келгенде де бірге қуандық. Қазір оның өмірден өткеніне де тала жыл болды. Кейде суретіне қарап ұзақ отырамын. Сонда баяғы жастық шағымыз есіме түседі. Кішкентай үйіміз, жылақ ақпан балалар. Түтіні будақтаған пеш, қақаға чыс, жазғы дала. Бәрі көз алдында. Өмір деген өте қысқа екен. Адам жас кезінде уақыт ешқашан бітпейтіндей көрінеді. Ал қартайғанда бәрі кеше ғана болғандай сезіледі. Сондықтан мен Захарға үнемі айтамын: ата-аналарыңды тірісінде бағалаңдар. Оларға жылы сөз айтыңдар, уақыт бөліңдер. Өйткені ертең кеш болуы мүмкін. Мен бүгін 91 жасқа келдім. Өмірімнің көбін артқа тастадым. Бірақ әлі күнге дейін таңертең оянғанда зәкіршілік айтамын. 9 баламның амандығына шүкір. Немерлерінің күлкісіне шүкір. Шөберлерінің қызығына шүкір. Ал өмірден ерте кеткен 8 баламды дұғамнан қалдырмаймын. Олар менің жүрегімде мәңгі сақталады. Менің тағдырым ауыр болды ма? Иә, ауыр болды. Бірақ мен бақытсыз болдым ба? Жоқ. Өйткені мен ана болдым. Мен ұрпақ өсірдім. Мен үлкен әулеттің негізін қаладым. Ана үшін бұдан асқан бақыт жоқ шығар. Сондықтан бүгін мен өткен өміріме қарап отырып бір ғана сөз айтамын. Қандай қиындық келсе де, үміттеріңді үзбеңдер. Сабыр сақтаңдар. Жақсылықтан күдер үзбеңдер. Өйткені қараңғы түннің артынан міндетті түрде жарық таң атады. Құрметті тыңдармандар, Жамалхан әженің тағдырлы әңгімесін соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Егер әңгіме ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ өздеріңіз қай қаладан және сағат қаншада тыңдап отырғандарыңызды жазып кетсеңіздер, оқып қуанамыз. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Келесі әсерлі оқиғаларда кездескенше сау болыңыздар.